Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаратылыстану сабағының тақырыбы күн жерге қалай әсер етеді. Бүгінгі сабақта сіздер күн мен айдың қаншалықты маңызды екенін білесіздер. Бұл сөздерге назар аударайық. Отты шар, жылу, жұлдыз, жарық. Бұл сөздердің бүгінгі тақырыпқа қандай маңызы бар екенін білейік. Күннің көзі отты шар сияқты галактикадағы жұлдыз, яғни күннің көзі жұлдыз болып саналады. Күн болмаса жерде тіршілік болмас еді. Күн сәулесі өсімдіктердің өсуіне әсер етеді. Қалай әсер етеді? Оларға жарық пен жылу қажет. Ал күннің көзі өсімдіктерге осы жарық пен жылуды береді. Ал өсімдіксіз адамдар мен жануарлар өмір сүре алмас еді. Бәрі бір-бірімен байланысты. Сонымен қатар күн сәулесі жер бетін қыздырады. Күн болмаса біздің жеріміз мұзға айналып кетер еді. Күндіз күн жерге жарық түсіреді және оны жылытады. Ал кешкісін көкжиектің арғы жағына жасырынады. Қараңғы түсіп күн батады. Осы кезде айға кезек келеді. Ай дегеніміз не? Ай түнгі аспандағы жарық дене. Бірақ ол өзінен жарық шығармайды. Айдың беті күннің сәулелеріне шағылысады, сондықтан ол жарқырайды. Яғни ай өз бетімен жарқырап тұрмайды. Оған күн сәулесі түскендіктен ол бізге жарық болып көрінеді. Ай бізге ең жақын орналасқан аспан денесі. Ай жердің табиғи серігі. Жер айды өзіне тартады. Ай жерді және күнді жермен бірге айналады. Ол айдың серігі, ғаламшар болып табылмайды. Енді осы айға қатысты бақылау жүргізіп көрейік. Қолына доп ұстаған бастаушы, яғни басқа адам, сенен бір адым қашықтықта тұрсын. Осы қашықтықтан доптың көлемін өлше. Бастаушы сенен алдымен 2 адым, содан соң 4 адымға алыстап тұрады. Осы қашықтықтардан доптың көлемін өлше. Доптың көлемі өзгерді ме? Әлде өзгермеді ме? Нәтижені жаз, қорытынды жаса. Қорытындыны мынандай сөздермен баста. Бізге күн мен айдың мөлшері бірдей секілді, өйткені қандай қорытынды өзіңе жасадың? Осы сөйлеммен жалғастырып жаз. Айдың бетінен шұңқырларды көруге болады. Бұларды біз кратерлер дейміз. Олар метеориттердің құлауынан пайда болған. Енді осыны үй жағдайында айдағы кратерлерді жасап көрейік. Ол үшін ыдысты алып, оның ішіне ұн сал. Оған метеориттерді, яғни кішкене тастарды лақтыр. Сол кезде шұңқырлар пайда болады. Осылайша айда да кратерлер осылай пайда болатынын білеміз. Енді сұрақтарға жауап бер. Ай аспан денесі ме, әлде басқа да мағына бере ме? Ай аспандағы дене ме, әлде тағы да басқа жерден ай деген сөзді естідің бе? Ол не мағына береді? Осы туралы қосымша ақпарат іздеп көр. Жаңа айды толған айдан қалай ажыратамыз? Қалай ойлайсыңдар? Түнгі аспанда ай үнемі дөңгелек болып көріне ме? Әлде басқа мөлшерде де бола ма? Осыны ажыратып көр. Күннің көзі бізге қаншалықты маңызды екенін дәптеріңе жазып орында.